Қыздар, бізде жылқының етінен балғын ет ыстық тамағын дайындайтын боламыз. Бірінші бізге жылқының еті керек болады. Осындай бөліктерге бөлінген жылқының еті қызып тұрған майға қуыратын боламыз. Жақсылап қуырамыз. Тұз ішіне қоспаймыз. Тоғыз қаннан кейін тұз, азырақ бұрыш қосатын боламыз. Бізде мұнда балғын ет су шықты. Су шыққаннан кейін тұз, бұрыш қосып, енді бұқтырып қоямыз. 1 сағатқа бұқтырамыз баяу отқа. Пісуге жарты сағат қалғанда домашний сметана қосып, тағы да жарты сағат бұқтыратын боламыз. Қараңыздар, қыздар, бізде балғын ет пісіп, жарты сағаттық уақыт қалған кезде домашний сметананы қосып жібереміз. Бізде фишкасы осы. Бір бұрқет қайнатып аламыз. Кейін қайнағаннан кейін не қыламыз? Жай отта тағы да бір жарты сағаттай бұқтыратын боламыз. Бетін жауып, жарты сағат бұқтырамыз.